Уақыттар өтіп жатты. Емтихан кестесіне қарап, ертең емтихан деген күні кешкісін гүл сататын апаның үйіне барып, гүлге тапсырыс береміз. Ертесіне таңертең кезекпен ертемен барып, гүл шоқтарын алып келеміз. Емтиханды тапсырып, көңілімізді көтеріп, бір-бірімізді құттықтап, ойынымызды ойнап, бір шама уақыттар бой жазып алып, келесі емтиханға дайындаламыз. Шіркін жастық жігер-ай. Арасында туған күндер жасап, қыдырып та үлгереміз. Шаршамаймыз. Бір ұйықтап алсақ, тың болып шыға келеміз. Дүйсенкүл екеуміз француз жазушысы Маупассаның бір қалың кітабын жатақхана кітапханасынан жаздырып алып келіп, қалың французско-русский аударылған словарды пайдаланып оқып отырған болатынбыз. Біреу есікті қақты. Кел деп едік, жүзі солғындау тартып, таңсық ішке кірді. Бұрынғыдай есікті ашып, рұқсат па деп жайраңдап күліп, есікті айқарашып кіріп келуге батылы жетпеді. Біздің кел деген сөзімізден кейін ғана есік ашылды. Ештеңені байқатпай сәлемдесіп, жағдай сұраған болды, бірақ мазасы жоқ. Сендер емтихан тапсыратындарыңды жігіттерден естіп, гүлімді алып құттықтап кетемін деп едім. Бізге де емтихан болып шыға алмадым. Өткен аптада үйге барып келдім. Анам барлық мән-жайды менен сұрап білген соң, ауырып жатып қалды. Інісінің әйелі келінін шақырып алды. Ол дәрігер шақырып көрсетті. Дәрігер қарап, апа, мен білемін, сіздер, яғни үлкен кісілер, сәр нәрсені уайымдап өздеріңізге күш түсіресіздер деді. Көкем, иә, осы жолы қатты уайымдады, деп кідіріп қалды. Дәрігер, неге апа, нені сонша уайымдадыңыз? Олай болмайды. Сырттай қарағанда сіздер бақыттысыздар. Көкем екеуіңіз тізіліп жүресіздер, елге қадірлісіздер. Таңсықбайдың бір өзі бірнеше балаға татиды. Ауырмаңыз, жақсылықтарыңызды ойлаңыз. Көкем де сізді уайымдап қажып қалады деп жұбатты. Содан сәл сергіп, шүкір, бақыттымыз ғой деп дәрігер берген дәріні сумен ішіп алды деп күрсінді. Дүйсенкүл, ойбуй, қиын болған екен. Енді аз қалды ғой, диплом алып үйіңе барып, жұмысқа тұрып, өзің қарайсың ғой ол кісілерге, деді. Я, жұмыс дайын. Бір мекемедегі бастық ағам өз мамандығым бойынша орын бар, кел деп, қазірден жұмысқа шақырып отыр деп жауап берді Таңсық. Шұрқырасып, бұрқырасып, бірге қуанысып, жүріп оқуды да бітірдік. 30 күн ойын, 40 күн той дегендей жиындап, тойлап, бір-бірімізден кейін бір-бірімізді думандатып, елдеріне шығарып салып тарқастық. Біз Әтіркүл екеуміз бір ауылдан бірге оқып, жатақханада бір бөлмеде жаттық. Ауылға да бірге барып, бірге қайтып жүретінбіз. 4 жылда жатақханада үйің сияқты болып қалады. Ыдыс-аяқ, табақ, тіпті көп жиналып қалыпты. Қазан ошағы, яғни плитка, тоқ шайнектеріміз де бар. Бөлмені жинап кету үшін 4-еуміз себеттерге салып, сол қалада тұратын таныстардың үйлеріне апарып бердік. Әтіркүл екеуміз ауылға қайтып келеміз. 4 жыл деген лезде өте шықтау. Енді қашан кездесер екенбіз? Қайта кездескенде де қызық болып құтыратын шығармыз. Әтіркүл, әй Айжан, оған дейін сайтандығымыз басылатын шығар деп кеңкілдеп күліп қояды. Мен де, ой Әтіркүл, екеуміздің ауылға бірге келіп қайтқандағы күлкіге қарық болған кездеріміз есімізге түссе, сол кезде шек-сілеміз қатып күлетін шығармыз деп өткен кеткенді айтып, тырқылдап күліп келеміз. Мен Әтіркүлге жақсы деп үйдің тұсынан автобустан түсіп қалдым. Үйге келген соң бәрі жарайсың, оқу бітіргенің құтты болсын деп ата-анаммен бірге қуанды. Қуанғаннан жарықтық, жайлары жанатта болғыр. Ата-анам бір малды сойып, жақын араласқан достарын, ағайындарды, көрші-қолаңдарды шақырып, кішігірім отырыс тойын жасап жіберді. Жаным әкем, жаным анам, балам деп бауыр еті езілген қорғаныштарым, әлемнің жарығын сыйлаған анашым, ақылыңнан айналайын. Бауырларым бәрі қуанып, қызмет істеп жүгіріп жүрді. 10 баланың әр қайсысын бір періште қылып, тілеуін тілеп, тамақтарынан артылдырып,
үйдің берекесін кіргізіп, өздері оқытып отырса да, бәрін мен бітіріп, үлкен іс бітіріп, табыс тауып келгендей дастархан жайған дархан пейілдеріңнен айналайын. Осы пейілдерің үшін Алла 10 бала беріп, олардың бәрі білім алып, біреуі де ішпейтін, шекпейтін болып өсіп, өз ақылдарымен өз орындарын табу нәсіп еткен шығар. Аллам, жасағаным, жан ием, оқып, сол кісілерге бағыштап жүрген дұғаларымызды қабыл ете көр. Ана дегеннің балаға деген махаббаты ерекше болады ғой. Анам, мектептегі директор, завуч ағайларың әкеңе кездесіп қалып, приказын алып мектепке келе берсін, жұмысқа қабылдаймыз. Бір қыз тұрмысқа шығып кетті, бірақ мұғалім қалды. Сағат жеткілікті, айлығы жақсы болады депті. Бір жаққа кетіп қалмай, ауылға келгенің жақсы болды ғой. Енді 1-2 жылда іні сіңлілерінің бәрі мектеп бітірейін деп тұр, оқуға барады. Сендер бас көз боласыңдар ғой. Сондықтан да институт басшылары шет тілдер факультетінде ұстаз болып қаласың ба деген өтініштеріне келісім бере алмадық. Онда не үйің, не күйің жоқ. Біз шеттей бала-шағадан артылып көмек бере алмаймыз. Қыз бала жеке қалай жүреді деп қорықтық, деді анашым.